Осыған дейін ойланып көрдіңіз бе, мәслихаттың пайдасы бар ма, олар не істейді және қызметі қандай? 2024 жыл Қазақстанның мәслихатына 30 жыл толған, сәйкесінше оны атап өту үшін тендер жарияланды. Жайғасып алыңыз, қазір мәслихаттың қызметі қандай, тендерде қандай қызықтар бар, бәрін айтып беремін. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда. 6 қарашада Ақмола облысының ішкі саясат басқармасы Қазақстан Республикасы мәслихатының 30 жылдығын атап өтуге арналған іс-шараны ұйымдастыру қызметін сатып алу туралы хабарлама жариялады. Бұл мақсатқа 4 миллион 300 мың теңге қарастырылған. Тендерді Улан Event компаниясы жеңіп алды. Келісімшарт жасалғаннан кейін сомасы 2 миллион 400 мыңға дейін қысқарды. Техникалық ерекшелікке сәйкес іс-шара қараша айында өткізілуі тиіс болған, бірақ нақты қай күнімен өткізілетіні орны көрсетілмеген. Алайда Ақмола облысы мәслихат сайтынан 13 желтоқсанда өткенін байқадық. Одан бөлек шараға кемінде 100 адамның қатысуы жоспарланған. Қонақтарға арналған кетеринг пен мерекелік бағдарлама ұйымдастырылады. Бұдан бөлек жеткізуші 20 араушан гүл шоғын, 20 алғыс хат дайындап, барлық қатысушыға папка, қалам, блокнот, іс-шара бағдарламасы және тағы басқа сувенирлік өнім таратуы керек. Мәслихаттың 30 жылдығына арналған бейнеролик және мекеме тарихы туралы журнал дайындау туралы да айтылған. Бұл 30 жылдықты басқа өңірлер қалай атап өтті? Зерттеп көрейікші. Астана әкімдігі бұл күнге орай бірқатар шаралар ұйымдастырды. 7-8 қазан күндері Сайран Арена спорт кешенінде мемлекеттік қызметшілер арасында шағын футболдан турнир өтті. Сонымен қатар Қазақстанның бірнеше қаласында шенеуніктер мәслихаттың мемлекеттік басқарудағы маңызды рөлі туралы университеттерде дәріс, жергілікті депутаттар құрметтеген қайырымдылық концерттер, шенеуніктер арасында волейболдан турнирлер, қалалық саябақтарда маңызды оқиғалардың символы ретінде 50 қайың ағашын отырғызу іс-шарасын ұйымдастырды. Енді мәслихаттың пайдасы бар ма? Осыны талдайық. Шын мәнінде мәслихаттың ешқандай билігі жоқ деуге болады. Мәслихаттың негізгі қызметі әкімдіктер қабылдаған шешімдерді заңдастыру ғана. Бұл формальдылықты тіпті депутаттардың өздері де мойындайды. Мемлекеттік насихат айтып жүрген ашықтық мәселесі де ақсап тұр. Журналистердің ыңғайсыз сұрақтарын болдырмау үшін оларды ресми сессияларға көп жағдайда кіргізбейді, ал кейбір депутаттар сұхбат беру үшін сұрақты алдын ала жіберуді талап етеді. Мәслихат депутаттарының белсенді айналысатын бір саласы мемлекеттік сатып алым, яғни тендер. Мәселен, Батыс Қазақстан облысында 2 жыл ішінде 14 мәслихат депутаты мемлекеттік сатып алым бойынша 88 миллиард теңгенің тендерін жеңіп алған. Олардың барлығы Аманат партиясының мүшесі болды. Толығырақ білгің келсе, қазір төменге сілтеме қалдырамын. Сайтқа кіріп танысып шық. Шынайы және тексерілген деректі бізден оқыңыз.